Иә достар, айтып ауыз жиып болған жоқпыз. Жұптарымыз, жобаға келген экс-жұптарымыз бірінен кейін бірі айырылысып, бірінен кейін бірі ренжісіп жатыр. Алдыңғы видеоларда мен бір сұрақ қойған едім. Неге бұрынғы жұп болып кеткен, үйленейін деп отырған жұптарды қайтадан шақырып алған? Олар шақырып алғаннан кейін отырғаннан кейін біреу-бірімен сөйлеседі, екеуі тағы да мәселелер тауып алып, проблемалар тауып алып, тағы да мыжғылап, бір жылдап, жарты жылдап отырады деген секілді осындай бір пікір айтқан едім. Бұл пікірге көп адамдар қарсы болды, кейбір адамдар келісті. Және де кеше өздеріңіз көргендеріңіздей, Әлішер мен Аягөз жұбы әне-міне үйленем деп отырған жұптар мінекей екеуі екі жаққа кеткелі тұр. Бұған кім кінәлі? Әрине, кім кінәлі екенін білмейміз, енді екі жақтан да кінә бар, дегенмен де мен түсіне алмадым. Бұрынғы жұптарды не үшін жобаға келіп отырғызып қойды? Не мақсат? Мақсат не? Бұл екеуі жоба сыртында үйленіп үй болып, содан кейін осы жобаға өздерінің тәтті әңгімелерін айтып кетуге келетін жұптар еді негізі. Және де осы екі жұптар секілді Фархат пен Мадина жұбы да жақсы еді. Екеуі негізі жоба біткеннен кейін жұп болды, жақсы қыз бен жігіт болып жүріп, жобаға келгеннен кейін айырылысып та кетті. Кім кінәлі? Өздері кінәлі ме, әлде жоба кінәлі ме? Білмейміз, болашақта біле жатармыз. Дегенмен де Әлішер мен Аягөз жұбы кеше ғана екеуі ренжісіп қалды, және де бұл реніштің себебі Нұрдәулет дейді. Нұрдәулет пен Аягөз екеуі сөйлескен дейді. Енді бір-біріне деген, білмеймін, былай қараған, Аягөз Нұрдәулетке былай қарады деген секілді Әлішер өзі кінәлап жатыр. Бұл жерде кінә Аягөзде емес, негізі Нұрдәулет секілді екеуінің жұп болғандарына, үйленем дегендеріне бір жылға дейін тақап қалды деймін. Сол уақыт аралығында Аягөзді сырғасын салып қойды деген секілді ата-аналары бәрі таниды, бәрі біледі, неге үйленіп үйіне келін қылып әкеп қоймайды деген сияқты сұрақтар пайда болып жатыр. Және бұл туралы бұны барлықта адамдар, халық комментарияға жазып жатыр. Өздеріңіз көрген боларсыздар. Және де бұл туралы өздеріңіздің пікірлеріңізді тағы да жазып кетіңіздер. Бұл екі жұп негізі жобада отырулары керек пе? Жобада отыру бұл екеуіне пайдалы ма, әлде пайдасыз ба деген секілді ғой. Сол себептен қосылайық жобасы негізі жұп болған, әне-міне үйленейін деп отырған жұптарды қайтадан жобаға әкеліп отырғызып қоюлары қаншалықты дұрыс деген сұрақ пайда болып жатыр. Аягөз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Аягөз, Әлішердің үш жақсы қасиетін айтыңызшы. Үш жақсы қасиеті қыздарды сыйлай білуі, және жомарттығы, және ақша көп таба білуі деп ойлаймын. Ол қасиетке жатады. Нан табар ма? Иә, еңбек қой. Басқа ештеңе керек емес дейсіз ғой? Иә. Ақшасын тауып, мені еркелеп. Әрине, еркелетіп, қолында ұстап жүрсе болды біздерге. Сразу жөнделіп отырып алғаныз. Әлішер, Аягөздің жақсы қасиетін айтыңызшы. Үш. Адалдық, еркелік, және де қызғандыратыны. Жақсы да ол. Кішкене бір нәрсені жыбырлата ма мына жақта? Біраз жерді жыбырлатады ғой. Жыбырлатқанның кесірінен бөлігі жоқ дейсіз. Сіз неге біртүрлі боласыз? Ауырып жүрмін. Бәсен. Алдында сұхбат көрдім. Әлі татуасқан жоқсыңдар ма? Жоқ, сұхбат өткізсем тойда болдым, сөйлесем уақыт болған жоқ. Не үшін ұрыс өдіңіздер? Оны 14:30-да көре жатармыз, иә? Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті достар. Ауырып отырмын жостықы. Енді білмеймін, енді бүгінгі эфирді көрген шығарсыздар. Көбісі жазып жатыр, біресе сценарий дейді, біресе анау дейді, біресе мынау дейді. Тез үйленіп кетпейсің ба, анау мынау, білмеймін, неше түрлі дүниелерді тыңдап жатырмын, оқып жатырмын. Білмеймін, енді қазіргі заманда білесіздер, үйлену деген нәрсе оңай емес та. Көріп отырсыздар, екінің бірі ажырасып жатыр. Соның бәрін көріп тұрып, мен бүйтіп деп үйленіп кету деген нәрсе, ол білмеймін енді. Любой нәрсені ойланып жасау керек, әсіресе жар таңдаған кезде. Әйел адамдар тоже жар таңдаған кезде. Сол үшін ондай әңгіме керек емес негізі, өтірік анау мынау деп. Және Нұрдәулеттің де айтып жатқан сөзінде түсінген жоқпын. Айырылып қаласың анау мынау деп. Жол болсын деймін басқа. Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті достар, қалайсыздар? Эфирға келдік. Ауырып тұрсам да келдім. Енді бүгін кешегі мәселенің түйінін қою керек сияқты. Енді кеше ауырып қатты. Кеше ауырып сөйлескен жоқпын. Ештеңе шешілген жоқ. Мазам болған жоқ, шыны керек. Білесіздер ғой, ауырған кезде адам ештеңеге желаниясы болмайды. Сол бүгінгі эфирді көріңіздер. Бұйырса дұрыс жағынан бір, жақсы жағынан бір шешіледі деген ойдамын. Енді қолдап жазып жатқан жандарға көп рахмет. Бәріңізді оқып отырмын.
хейт жазып жатқандарға тоже жол болсын деймін. Басқа ештеңе жоқ. Солай аман болыңыздар, денсаулықты күтіп жүріңіздер. Ринат мырза, қалыңыз қалай? Жақсы өзің қалайсыз? Демалыс қалай өтті? Демалыс жақсы өтті. Неге шаршап тұрсыз? Шарап ауырдым грипп болды. Ауырып жатсыз ба? Демалыс күнде кездесу болды ма? Кездесу өкінішке орай болмай қалды. Неге? Оны 14:30-да көреміз, Иә, иә? 14:30-да білеміз. Бүгін Ринат пен Салтанат ортада. Таныстық қалай жалғасып жатыр? Біздің қыз соңғы күні неге ренжіп қалды? Бәрін көретін боламыз, иә? 14:30-да. Мадина, қалыңыз қалай? Бәрі сізді уайымдап жатыр. Қалай болды екен демалыста? Шүкір, енді өліп қалғандықпыз ғой. Қалай оған дейін өмір сүрдіңіз, тура солай өмір сүріп жүрмін. Өмір жалғасып жатыр, иә? Өмір жалғасып жатыр, шүкір барлығына дейін енді барлығы реттеліп келе жатыр ма, даже өзімнің жеке өмірімде. Сол енді мүмкін соның барлығы жақсы болып қалған шығар. Все к лучшему дейді ғой. Бір тырнақ жасатқандайсыз ба? Өзгерістер болып жатыр. Ақырындап, иә. Иә, қайтадан өз қалпыма келіп жатыр. Әп-әдемі болып тұр бүгін. Ешқашан көңіл күйіңізді түсірмеңіз, жыламаңыз. Бәрі жақсы болады, иә? Ғалымжан, қалыңыз қалай? Жақсы өзіңіз қалайсыздар? Жақсы. Демалыс қалай өтті? Демалыс жақсы. Бүгін ерекше көзіме түсіп жүрсіз. Бір активный болып, бір қыздардың қасынан шықпай. Қандай қыздарың қасынан шықты? Ей. Мен 3-4 қыздардың қасынан шығып қойып жүрмін дегенсің. Сондай ма? Демалыс нормально өтті, мен де демалып кішкене энергия жинап алдым. Панинг нормально баста іштеген ғой. Ғалымжан, бойыңыздағы 3 жақсы қасиетіңізді айтыңызшы. Ақ көңілім. Ақ көңіл жақсы қасиет. Бірінші сол жата ма білмеймін. Иә, жатады ғой. Жатады. И шақырған жерге кешікпей бару. Пунктуальный, Иә, сол пунктуальность и дисциплина деген нәрсе. Соның нәрсе бар менде. Бізге кешікпей келесіз ба? Кешікпей жүрмін. Ешкімді ренжітіп жүрген жоқсыз ба? Ренжіп жүрген жоқпын. Ровно жүрмін. Бекзат, қалыңыз қалай? Тыныш отырсыз ғой. Қандай видео түсірсем болады деп ойланып отырмын. Бәсе сол петличкасын дайындап қойған. Сен ойланып отырсың. Бұл біздің екінші СМ. Бүгінде сұрақтарға жауап аламын. Аха. Бекзат, өзіңіздің бойыңыздағы 3 жақсы қасиет. Жақсы қасиет дейсіз ба? Бір үміткер, осы маған келеді деп келетіндей. Мен өзімді мақтай алмаймын ше. Давай жаман қасиет айтайын. Жаман қасиет айтайын. Давай. Өзім қызғаншақпын. Қызғаншақ? Қызғаншақпын, сосын сәл маған зиян тиген адамның обязательно зиян тигізуім керек. Сондай жаман қасиет. Өзіңіз қызғаншақсыз, бірақ басқа біреудің үміткері бар бола тұра. Енді болып тұрады енді. Өзіме болады дейсіз ғой? Өзіме болады. Өзім дегенде өз қара күшім бар. Диасқа таласып жатырмын да. Ой, ассалаумағалейкум. Сізді суретке күшті түсіреді дейді ғой. Жоқ, ондай жоқ. Диастың демалыс күні бір ерекше өткен сияқты. Бір кастингке барғандай ма? Иә, Рамазан Амантайдың фамилия кастингға бұл жай екеуміз барғанбыз. Бұл жай өтіп кетті, мен өте алмай қалдым. Бағым жамбады, енді келесі жол тағы да көреміз. Міндетті түрде келесі жолы барыңыз. Иә. Мүмкін бір өт қалып. Менде анаяқта роль жоқ екен. Рекетер дейді да, мен тұрмын ондай келмейді. Махаббатқа жақыншы. Бір мақалдатып жіберетін ба? Ит жоқты шошқар еді. Салтанат ханым, қалыңыз қалай? Керемет. Образында керемет. Иә, бүгін өте әдемі болып отыр. Өйткені бүгін ортаға шығады ғой. Ау? Ортаға шығасыз ғой? Иә, ортаға шығады екенбіз. Кеше анонстан көрдім. Мәз болып қалдым десең. Айтар әңгіме көп сияқты. Айтар әңгіме жетеді. Айтамыз. 14:30-да күтеміз, иә. Салтанат, өзіңіздің бойыңыздағы 3 жақсы қасиетті айта кетіңізші. Пунктуальность. Очень красивая. И харизматичная деп өзімнен. Энергичная, самая любимая. Айжан ханым, қалыңыз қалай? Барлықтарыңызға сәлем, күшті, керемет. Демалыс қалай өтті? Демалысым өте андай бір активный өтті. Биге бардыңыз, иә? Иә, биге негізі
достар, эфирден бөлек негізі өмірім өте қызық, жазылыңыздар маған. И өте көп пайдалы ақпарат салып отырамын. Мұнда парақшаңызды белгілеп қоямыз. Міндетті түрде жазылыңыздар. Айжан, бойыңыздағы 3 жақсы қасиетті айтыңызшы. Жақсы қасиет адамгершілік. Және бір жанашырлық. Және жақсы ма? Нұржан, қалайсыз? Жақсы. Не от жалғыз өзіңіз? кімге түсіріп бекзатқа түсіріп беремін деген. Нұржан бәрі өзінің 3 жақсы қасиетін айтып жатыр. Сіз бірақ Ақеркенің 3 жақсы қасиетін айтыңызшы. Ақерке жақсы, өте андай түсіне біледі, адамның положениесінен түсіне біледі. Ең бастысы сол деп ойлаймын. Қалған қасиеттері қамқор, адамға қамқор, кез келген жерде жанынан табылады. Одан кейін қолы ашық. Ең бастысы түсінігі мол дейсіз ғой. Түсінігі мол. Положениесінен түсе біледі. Және өте әдемі, иә? Өте әдемі, сұлу. Мұнда бізде Перизат кітап оқып отыр. Қандай кітап? Менің атым Қожа. Нұрдәулет маған сыйлық етті. Енді демалыс күндеріңіз қалай өтті? Жақсы өтті, квартира таптым. Біраздан соң көшем. Перизат, бойыңыздағы 3 жақсы қасиет. Мен? Иә. Қазақша білмеймін. 3 жақсы қасиетіңіз өзіңіздің. Ақылды. Әдемі. Мейірімді. Аделя, қалайсыз? Шайнап тұрған. Болды енді. Аделя, өзіңіздің 3 жақсы қасиетіңізді айтыңыз. Однолюбкін, преданный адаммын, және де ақылдымын. Қарап отыр. Ақылды? Иә. Демалыс қалай өтті? Күшті. Күшті өтті оларда. Көре алмай отыр. Тема өтті ғой, тема. Неге? Білмеймін, жақсы отырғанбыз, кешкі асқа барғанбыз. Біздің бұрынғы қатысушылармен кездесіп қайтыңыздар, ә? Таныстық, күшті болды. Ну, не қалайсыз? Давай. Демалыс қалай өтті? Демалыс өте керемет өтті, андай сондай болды. Андай уақыт таппай вообще ешнәрсеге ше. Продуктивно өтті ма? Иә, үміткермен де кездесу болды, барлығымен кездесу, съемкамда жасадым, барлығына үлгердім. Нұрсұлан, өзіңіздің 3 жақсы қасиетіңізді айтыңызшы. 3 жақсы қасиет. Ақкөңіл адамның сырын сақтай аламын, және де жақсылық жасағанмын. Сәл көре алмай отырсыз ба, нені түсіріп атқанымызға? Жағаласып. Қандай үшіншісі? Жақсылық жасаған, жақсы көрдім. Сандуғаш, қалайсыз? Жақсы. Телефонға кіріп кетіпсіз ғой. Иә, тез түсіріп тастайын деген. Демалыс қалай өтті? Күшті, жақсы демалып жүрмін, ұйқым қанып. Сандуғаш, өзіңіздің 3 жақсы қасиетіңіз. Добрая Мейірімді. мейірімдімін деп ойлаймын. Сосын ақкөңілмін и тез тіл табысам. Аялым, қалайсыз? Жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Бүгін аялым әдемі болып отыр. Нежный болып. Аялым, өзіңіздің 3 жақсы қасиетіңізді айтыңызшы. Өзімнің ең жақсы 3 қасиетім тамақ жасай аламын депші. Қасиет деген. Мен өте сабырлы адаммын негізі. Андай бірден ұрсып кете алмаймын адаммен. Байыппен қарай аламын. Ең бір жақсы қасиетім осы. Екіншісі қасиеттерім жоқ қой. Негізі тамаққа жақсысыз ба? Тамаққа жақсымын, мен тамақты күшті жасаймын. Демалыс күнін қалай өткіздіңіз? Демалыс күнім жақсы. Тойда выступать еттім. Жұмыс жасадыңыз, иә? Жұмыс жасадым. Каухар ханым, сіздің досыңызға алғашқы үміткер ма? Үміткер келді. Қалай? Абылай негізі оның талабына мүлдем сәйкес келмейтін ескелі болды. Ажырасқан, 3 баласы бар. Енді қазір ойлап отырмыз, Абылай талабынан асып кетті ме? Жоқ әлде қабылдай ма деген екі түрлі сұрақ болып тұр. Қыз баласы енді келіп тұрғаннан кейін меніңше қабылдайды деп ойлаймын. Солай дұрыс, иә? Иә, солай дұрыс. Баласы бар екен де, шетке қойып тастап келгенбіз.
Нұрдәулет, Не болып жатыр ана? не болып жатыр? Нема бұл? Не білдіріп жүрсіз? Білмеймін, ол мен просто күшті араласам негізі. Мен просто бармын десеңізші. Әкшербек екеуі де көңілді жандар ғой негізі ше. Көңілдесіп бір андай жақсы ойнаймыз негізі ше. Ойынның арты осындай болып жатыр енді. Екі жастың ортасында есі кеткен түседі дейді ғой енді, ортасына түсіп отқан жоқпын, бірақ та қазір көреміз енді. Қарап отырсаңыз ба,